Сүмбіле жұлдызы Сириус. Қазақ халқының арасына бағзы заманнан кейін тарап, әлі күнге айтылып жүрген мынадай мақалдар бар. Сүмбіле туса, су суыр, сүмбіле туар сүмпиіп, жылқы семірер құнтиып. Сүмбіледе қар жауса, тоқты құйрығы қалар шынтиып. Бұл сөздер кесер ұзақ ғасырлар айтылды, ұзақ тәжірибелік сыннан өтті. Сөйтіп, талай ғасыр ата бізге жетті. Бұл қазақтың жұлдыз тануынан туған дүниетанымдық сөздерінің қорытындысы деуге болады. Жылғы есепшілері сүмбіле жұлдызы күз айында туатын жұлдыз деп есептейді. Сүмбіле жұлдызы туған күннен бастап су суиды, таңмен түн салқын тартады. Жазын шымыр-шіркей арылады немесе азаяды. Жаздағы қаулап өсіп тұрған ойдың көк сырыл оты сары түске, қара сірікке айналады. Мұны қазақ сүрі от деп атайды. Аспанда сүмбіле жұлдызы туғаннан бастап, қырдың қара оты құмды қаратты, тастақты, мал жайындыларының сірікті шөптері күз жаңбырмен қайта өсіп тола бастайды. Оған орай туған қазақ малшыларының арасында қыр оты сүмбіледе толады, жасын оты көктемде болады. Көкшіл шөп көк оты, қара сырық жер оты. Шөп сарғайса қымыз дәрі, сүт қуат, ет шипа деген тәмсіл бар. Бұл тәмсілдер тектен текке айтылмаған. Қазақ есепшілері сүмбіле жұлдызы туған күннен бастап күз айы басталды. Күз ауысымы кірді деп есептейді. Расында, сүмбіле туғаннан бастап 4 түлік мал семіреді. Соның ішінде әсіресе жылқы түлігі алдымен жылтырай бастайды. Бұл кезде жылқы жыра салады, қомданады, сиырлар жаяланады, түйелер еркештенеді, ешкілер шелденеді. Кез келген мал пышыққа ілінеді, сойысқан жарайды деп қарайды. Қазіргі кезде аспан ғылымында қазақтың айтып жүрген сүмбіле жұлдызын Сириус жұлдызы деп атайды. Міне, қазақ есепшілері әр жұлдыздың туған күнін мінезіне қарап, табиғатта болатын тосын құбылыстарды алдын ала біліп, күн ілгері болжап отырған. Сөйтіп, ғасырлар бойы туылып жататын апаттардан сақтанып, аман есен, жеңіл өтіп болған қазақта сүмбіле жұлдызы туралы да айтылатын өлеңде бар. Аспанда бір жұлдыз бар, сүмбіле атты. Ұқсамас көп жұлдызға бөлек затты. Тараздан 20 күн кейін туып, аспанның бір шетін нұр болып жарқыратты.